Құрметті көрермен, біз дәл қазір ас үйдеміз. Жаңа бағдарлама басында айттық, бүгін өте дәмді тағамдар болады деп. Арнайы Шымкенттен келіп отырған фуд-блогер Айгерім Әліпбекова ханым, қош келдіңіз, қайырлы таң дейміз. Қайырлы таң. Көргенімізге қуаныштымыз сізді. Қош келдіңіз деп айтыңыз. Алматы қаласына келіп отырсыз ғой сіз. Сонау Шымкенттен келіп отыр. Көргеніміз өте қуаныштымыз. Уақыт бөліп келгеніңізге алғыс. Және де бүгін Айгерім бір емес бірнеше тағам жасайтын құрметті көрермен. Айгерім балауса екеуі жасайды. Мен дәмін көрем. Не жасайсыздар? Бүгін мен арнайы Шымкентке хаттама жасаймын. Алматыда көбісі біле бермейді. Шымкентке хаттама деген болды. Хаттама десем түсінбей жатыр көбісі. Слайны тестама дейді. Негізі бізде оңтүстікте Шымкент, то есть хаттама деп аталады. Именно көк жуамен жасалынады. Основной бізде жаңағыдай жиындарда, оразаларда, құдай тамақтарда көп қойылады. Одан кейін окрошка дайындаймыз. Как раз бізде жаңағыдай жаз мезгілі, сезон, шөлді де басатын, әсіресе ыстық хаттамамен бірге ішкен кезде үйдегі бар затпен былайша айтқанда дәмді тағам жасайтын боламыз. Тамаша бірінші окрошкадан бастаңыз ба? Бірінші рет жасайын деп тұр, барлығын турап шығам, барлығын кубиге турай беріңіз. Орташа кубикпен мен хаттамалардың қамырларын жая беретін боламын. Енді хаттаманың несін айтып кетіңіз бізге. Көрерменге қызық қой. Жаңа көріп отқан көрермен бар. Мен мысалы бірінші рет естіп тұрмын өзім шынымды айтайын. Құрметті көрермен, өздеріңіз білетін болсаңыздар, жаза кетіңіздер біздің WhatsApp-қа. Үйде жасалу заңдылықтары бөлек қой. Әрбір хаттама, әрбір өңірдің, әрбір үйдің өзі тағамды ерекше жасаудың заңдылықтары бар. Хаттама деген не ол? Неден жасалады, қалай жасалады? Хаттама деген әркім әртүрлі жасайды. Мен именно жаңағыдай көбісі жаңағыдай қарапайым рецептпен де жасайды, сумен де илейді. Ал мен бұны именно газированный сумен және де жұмыртқа қостым, майонез қостым, өйткені жаңағыдай жұмсақ болып, хрустящий болып шығуына көмектеседі. Газдалған сумен? Иә, газдалған сумен жасадым, минерал. Содан жасап газды қосып қоя бересіз. Газды қосып қоя қойсаңыз, Нұржан. Мен осы барлық картоптың бәрін тура беремін. Иә, мынаған турап ішіне сала беремін, иә? Мен естіп тұрмын, енді окрошканы қайнатпайды екен дейді. Мен шынында айтайын, окрошканы қайнататын қайнатпайтын білмейді. Қайнатпайды, тек қана жұмыртқамен картошканы ғана пісіріп аламыз, қалған мен де шынымды айтамын, қалай жасалатын окрошканы білмейді екенмін. Негізі бірақ үйде жасап қояды. Өйткені жасалу жеңіл деп естідім. Сондай-ақ бұны тағамда жылытпайсыз, қайнатпайсыз, ыстықтай болмайды. Салқын күнде мұздатқышқа қойып қоясыз, тіпті тоңазытқышқа қойып қоясыз, ашасыз да салып аласыз да жей бересіздер. Ешкімнің мазасын алмайсыз, тамақ бер деп. Көже сияқты ғой, жаңағыдай жүгері көже деп аталады. Бізде основной жазда тоже жақсы шөлді қандырады. Тамаша, қыздар тағам жасай берсең, құрметті көрермен, мына Астанада жаңа театрдың қойылым премьерасы болды. Қандай қойылым екен, келесі сюжеттен біліп танысайық. Құрметті көрермен, бізді қыздар тағамдарын жасап жатыр, және өздеріңіз жаңа театрда осы жаңа қойылымның премьерасын көрдіңіздер. Біз еске сала кетейік, бүгін бізде қонаққа Джулия мюзиклының актерлары, актрисалары, әртістері келеді. Біз және көрермен сіздерге сол мюзиклға 2 билет ойнатып жатырмыз. Яғни ұсынамыз, сыйлаймыз, ол үшін сіздер Алматы қаласында осы Джулия мюзикл қанша рет сахналанып қойылды? Осы сұрақтың жауабын табу керексіздер. Ол шамамен 100-150-дің ортасында. Оңайлату үшін арнайы айтып жатырмыз, 100-150-дің арасы деп, себебі жаңа бір көрерменіміз жазып жіберген екен 70 деп. Сондықтан үйтіп шатасып қалмаңыздар. Ол кісі 100-ден кейін 70 деп ойлаған ғой. Жақсы, кеттік қарай. Енді Нұржанның таңғы әзілдері. Енді айтсаңыз, Айгерім, мен 2 қияр турадым, 2 картоп турадым. Міне осы көрсетейік. Содан кейін 2 жұмыртқа турап, жуан саламыз. Және де шұжық, иә? Мен тесталарын жайып қойдым. Енді пісіруге енді пісіресіз, ендеше мен бұла қарай тұрайын. Сіз осы жерден орныңызды алып, жайғасып жасай берсеңіз болады. Енді Айгерім айтсаңыз, осы мысалы, сіз үшін бір ең оңай тағамдардың біреуі сияқты, бұл тағамдардың барлығы жасап жатқанымыз. Иә, тез жасалады, уже қолда үйреніп қалған. Қызып тұр ғой. Мынау түсіп қалмасын. Майды көп қоймаймыз, кішкенше ғана құямыз. Негізі үйде мен жаңағыдай қасықпен өлшеп құятын. Шымкенттің хаттамасын қалай пісіретінін көрсетіп жатыр енді қазір бізге. Тамаша, енді біздің окрошкамызды балауса турап хаттамамызды Айгерім ханым қорғанша, құрметті көрермен, бізде шағын ғана үзіліс, кейін оның қалай жасалған тағы да бір рет айтып дәмін тататын боламыз. Арнадан ауыспаңыздар. Бұл Шымкенттік хаттама деп айтсақ болады. Айгерім ханым барынша дайындап жатыр. Иісі енді керемет. Мен мына жерде окрошка дайындап жатырмын. Барлығын турап болдым. Айгерім,
қалай болып жатыр? Ойыңыздағыдай пісіп жатыр ма? Өзіңіздің ас үйіңіз емес, көңіліңіз толмай жатқандық па? Жоқ, жақсы пісіп жатыр. Жақсы ма? Қабағыңыз түйіліп кетті ғой. Бірінші мен үйрене алмай айтып жатыр едіңіз ғой, табаларыңызды ауыстыру керек деп. Иә, табаларыңызды ауыстыру керек шынымен, өйткені мынау өте жұқа. Тез қызғаннан кейін мынау күйіп кетеді. Қалың табаларға пісіруге болады, иә? Иә, піспей қалады сол себепті. И то мынау ортасы биттеу, шеті былай пәс кеткен екен, сол себепті Жалпы ортасы қыздар ғана. қауымының дайындаған асын мақтау және ойдағындай шығу, ал қыздар қауымы үшін үйдегі қаншайымдар үшін ол керемет бір жетістік және мақтаныш, иә? Әрине, иә. Енді Айгерім маған айтсаңыз, кружканың ішіне айранды құйып жіберейін бе? Иә, айранды құйыңыз. Толық түгелдей. Түгелдей құя беріңіз айранды. Құрметті көрермен, мен көрсете кетейін. Астында қияр бар, жұмыртқа бар піскен, шұжық бар, аскөк бар, және де мына жерде тағы не салдым мен? Картоп салдым. Барлығы бар. Енді үстіне айранды құямыз. Айран шамамен енді көріп тұрсыздар, осы стақанның үлкендігінде етіп құйып жатырмыз. Бұдан кейін біз, құрметті көрермен, минералды су құямыз, иә? Иә, минералды су. Көп емес, Жан сен ашып жартысынан беретін ғана сияқтысың құйсаңыз маған. болады. Сәл етіп құйып араластырамыз. Содан кейін бұған тұз салу қажет па? Тұз саламыз, жарты чайный ложка уксус саламыз. Тамаша, құрметті көрермен, бізде міне өздеріңіз көріп тұрсыз, асханада қызу дайындық болып отыр, қонақ келеді дейді бүгін. Бүгін әріптесіміз олардың туған күнінде соған дайындап жатырмыз негізі. Иә, енді біз айта кетейік, иә, осы жерде жаңағы біз айттық қой, тапсырма бердік қой көрермендерімізге, иә. Мюзикл қанша рет болды екен, Джулия мюзиклы 100 пен 150-дің арасында қанша рет болды деп. Енді Айгерім, сіз де жауабыңызды айтыңыз, бәлкім билетпен қайтарсыз. Иә, қалай ойлайсыз? Қалай Алматы ойлайсыз? қаласында Джулия мюзиклы, Джулия деген әнді білесіз ғой, кезінде А-студия айтқан. Жаңа айтып жатқандарыңызды есте сақтап алмаппын ғой. Джулия деген. Ал айтсаңыз, сіз біліп қойдыңыз ба Жүз не? дейді. Жоқ, білген жоқпын, мән бермедім, Мән бермедіңіз ба? Енді сіз ал енді айтыңыз, бағыңыз Менен сынап сұрайды деп көріңіз. ойламадым, әйтпесе жаттап алатын едім. Бұда көрермен де жазып беріпті, бір көрермен 125 дейді, біреу 117 дейді, 105 дейді, 89 дейді, Өлеңнің ішінде айтылған сөз ба? Жоқ. Қазір біз сізге айтайық, мына қойылым мюзикл 100 неше рет қойылған. Сіз бір санды айтып қалыңыз қазір. Бұл шамамен Қазір 100 бен 150 ортасы. 100 бен 150-дің ортасы. Иә. Кез келген санды айтыңызшы. 100-де қала берейінші мен. 100-де қала бересіз. Мүмкін. Енді бағдарлама соңына дейін кетпейсіз ғой, бізде өзіміздің актерлар да келеді, соның жауабын естіп, мүмкін 2 билет тұтып қалуыңыз мүмкін. Енді құрметті көрермен, біз бағдарламамызды қыздар қауымы ас бөлмеде ерекше тағамдарын жасап жатса, біз жалғастырайық. Жалпы осы естеріңізде болатын шығар, бір 10 жылға жуық уақытты тоқтап қалған. Бұл не тоқтап қалды десеңіздер, оқушы қыздарға жатыр мойны омырына қарсы вакцина егу. Бұл енді жалпы қазір қайтадан жаңғырап жатыр. Егу керек пе деген сұрақ туындап жатыр. Бұның пайдасы мен зияны қандай? Осы тұрғыда біздің әріптесіміз дайындаған сюжеті бар. Назар аударып бірге көрейік, тілейік. Құрметті көрермен, біз міне дайындап жатқан Айгерім ханымның дайындап жатқан тағамдары өз мәресіне жетті. Қазір міне сіздің басқаруыңызбен жасалған окрошканы Нұржанға құйып беремін. Балауса бірінші жасап көріп жатыр. Иә, сіздің қаттамаңыз күшті болып шыққан сияқты. Иісі. Иісі деген керемет. Шынымен. Міндетті түрде бүкіл студия болып, осы жерде операторлар бар, бәріміз міндетті түрде көретін боламыз. Енді бәріңіз менің таңғы асыма назар аударыңыздар. Мен біздің Айгерім ханымның дайындаған шымкенттік қаттамасынан дәм татайын. Ал, бисмилля. Өте хрустящий. Құтырлақ, күшті болып шыққан екен. Иә. Әрі түр-түрлі етіп жасауға болады екен, иә? Бізде основной осы көк пияз қосылғанын ұнатады көбісі. Құрметті көрермен, құрамын білесіздер, Айгерім айтып жатыр. Міндетті түрде біздің Инстаграм парақшамыздан да қайталап көрсеңіздер болады. Жасап көріңіздер, өте дәмді екен. Окрошка керемет шығып, мына енді бір суық мұздатқыш қойып қойсақ. Ішіне мұз салып ба, бір түстен кейін, асықпай күннің ыстығында, осын қаттаманы үзіп жеп, осын дәм татсақ керемет болар еді. Сіздерге алғыс білдіреміз, қандай керемет болды. Енді бір ауылға сәлем жолдап жіберіңіз ба? Иә, Шымкент қаласына өзімнің оқырмандарыма сәлем жолдаймын. Үйдегі туысқандарыма. Тамаша құрметті операторлар мырзаның туған күнімен құттықтаймын. Алғыс білдіреміз, ол да мына жақта алғыс айтып жатыр. Енді Айгерім, алғыс білдіреміз сізге. Қолыңыз дерт көрмесін, отбасыңызды осылай дәмді тағамдарыңызбен, ашық қабағыңызбен қуантып жүре беріңіз. Бізге келіп тұрыңыз дейміз, алғыс білдіреміз. Болды. Ерекше Шымкенттік қаттама үшін тағы да алғыс білдіреміз. Бүгін бізде қонақта болған Айгерім Әліпбекова, құрметті көрермен. Енді біз бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Қыздар қауымы жаңа айтып отырмыз, жақсы көңіл күй үшін тағамы дәмді шығу керек те, және де бір қыздар қауымды
көбіне сұлулықты сақтап қалу деген бір лайфхактар болады өздерінің. Бұрынғы таңда мына корейлік, француздық көптеген елдердің косметикасын қолданса, қазір біздің отандық та косметикалар бар. Ол қандай және қандай пайдасы бар, бірге көрейік.